Бүгінгі тақырыбымыз тасымал. Тасымал дегеніміз сөздің жолға сыймай қалған бір немесе бірнеше буынын келесі жолға бөліп жазу. Мысалы, қазақ тіліндегі қара-торғай сөзін үш жолмен тасымалдауға болады. Бірінші жолы қара-торғай, екінші жолы қара-торғай және үшінші жолы қара-торғай. Сонымен қатар қазақ тілінде тасымалданбайтын жағдайлар да кездеседі. Бірінші жағдай, бір буынды сөздер бізде ешқашан тасымалданбайды. Олар ел, жер, жұрт, ант, үн, құрт, бел сияқты сөздер. Екіншіден, жалғыз әріп бірінші жолға қалдырылмайды, не екінші жолға шығарылмайды. Мысалы, ұлы, ана, әке, өңі, үкі, ала деген сөздер. Және кісі аттарымен қысқарған сөздер бізде тасымалданбайды. Төртіншіден, сан есімнен келетін қысқарған шартты белгілерді цифрдан бөліп тасымалданбайды. Мысалы, 5 гектар, 0,5 килограмм, 6 метр деген сияқты сөздер тасымалданбайды. Аю, сия, ұя, қия сөздеріндегі я, ю әріптері бізде тасымалданбайды. Және соңғы түрі, сөз ішінде дауыстылардан кейін келген у, қысқа и дыбыстары келесі буынның бірінші әрпі болады. Мысалы, қауын, қайық, бастауыш.